Ридзерлік мектептердің түлектері аттестаттарын алды. Мектептердің бірінің салтанатты табыстауында түсіру тобымыз болып қайтты. Мектепті тамамдау туралы құжаттардың ресми табысталуы Ридзерде 16 және 17 маусымда өтті. Биыл қаламыздың мектептерінен 782 түлек шықты. Алтын белгі төс белгісінің иегерлері 4 түлек, үшеуі Шаңырақ көпсалалы мектеп гимназиясынан және біреуі нөмірі 1 мектеп лицейінен. 22 түлек айрықша үлгідегі аттестат алды. Ұлттық бірыңғай тестілеуді 11 сынып оқушылары 16 мамырдан 5 шілдеге дейін тапсырады. Нәтижелері ұбыты аяқталған соң жарияланады. Ал әзірше түлектер мектептермен хош айтысуда және мектептің басты құжатында жалпы орта білім туралы аттестатын да алып қойды. 2022 жылы 11 сыныпты тамамдап, мектептен 259 түлек қоштасты. Аттестаттарды табыстау рәсімінде олар мектеп басшылығынан, сынып жетекшілерінен және ата-аналарынан тілек сөздерін естіді. Дорогие родители, дорогие выпускники, я сейчас смотрю на вас, какие вы все красивые. Қымбатты ата-аналар және түлектер, сіздерге қарап, қандай әдемісіздер дегім келеді. Бұл мектепте мен бұрыннан істеп келемін, және 1 сыныптағы кездеріңіз әлі есімде. Біздің мектепте осындай түлектердің жұлдызды шығарылымы көптен болмағанын айтқым келеді. Биыл бізде 5 үздік аттестат. Сіздерге не тілейін? Сіздерге армандарыңыздың орындалғанын тілеймін. Мақсат қоя біліңіздер, оған жете біліңіздер. Оқимын деп таңдаған кәсіптеріңіз тек табыс әкеліп қоймай, қанағат әрі қуаныш сыйласын. Ойлаған мамандықтарыңызға оқуға түсіңіздер, университет тәмамдаңыздар. Біздің қалаға болсын, басқа жаққа болсын, тамаша маман ретінде келіңіздер. Бар жақсылық тілеймін, жолдарыңыз болсын.